жері топырағы әрдайым ыстық емес пе? Иә, сен дұрыс айтасың. Маған даланың әбі тасы, әбі төбесі қымбат. Жұмек, мынаны қарашы. Бір әдемі журнал тауып алдым. Кел қарайықшы. О, керемет, қарайық кәне. Қарашы қандай керемет. Не деген әдемі киінген адамдар. Мәди, біз де болашақта оқуымызды оқып, әдемі киінетін боламыз. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деген ата бабаларымыз. Жұмек, Бұл бір таза тума деп, қуанышты шүйіншілеп самал жел, жұма күні туылды деп Жұмабек. Уа жаратқан ием, маған алтын айдарлы ұл сыйладың, шүкір еттім өзіне. Я, балам, алтыным, дүниеге шыр етіп айғайлап келіп едім, келешек елінің мұңзарын айтатыным, халқыңның қорған азаматы болшы. Бұл кісінің еңбегінің бағасын беріп тұр. Құрметті жиынға қатысушылар, бүгінгі күні міне біздің бұрынғы кеңестік одақтың әр жерінде болып жатқан түрлі қақтығыстардың барлығы өткен кезеңдегі кеңестік империяның ұлтшылдық империялық саясатының құрбаны болған сол кездегі қате шешімдердің міне бүгін қайта жаңғыруына себеп болып отыр. Сол кездегі Хрущевтың бір пиелосының қол қоюымен Қырым Россиядан Украинаға берілген. Міне сол бүгінде қандай жағдайға келіп отыр. Сондықтан біздің Жұмабек атамыздың жасаған ерлігі біздің еліміздің, жеріміздің тұтастығын сақтап қалғаны. Міне бұл өлшеусіз бұл баға беріліп отқан. Сондықтан құрметті қауым, біз мына қазақ тілі қоғамы аудандық филиалы біріге отырып, Жұмабек Тәшенев атындағы мектептің педагогикалық ұжымымен біріге отырып, бүгінгі осы 108 жылдығын атап өтуді қолға алып отырғанымыз бір есептен осы ауданның жұртшылығын, осы ел басқарып жүрген ел ағаларын, елді осыға назарын аудартып, енді алла қаласа уақыт деген зырлап өтіп жатыр. 2 жылдан кейін Жұмабек атамыздың 110 жылдығын атайтын күніміз келіп қалды. Сол 110 жылдығын атау үшін біз бүгінде үлкен жұмыстар жасауымыз керек. Ең Ахметұлының туған күні баршамызға құтты болсын. Туған күн. Енді ол кісі туралы көп айтылған, көп жазылған. Енді бес олла сақтап қалды деп отырмыз. Ол тек жер сақтап қалған жоқ, ол ел сақтап қалды. Ол тереңірек байқап қараңдаршы, Украина мен Россия не болып жатыр. Былтыр Армения мен Азербайжан соғысты. Ана Қырғызстан мен Тәжікстан 3 жылда бір соғысады. Егер де сол 5 облысымыз Россия кетіп қалған болса, бүгін қандай болатынын Алла білетін. Сондықтан былай тереңірек ойлап қалсақ, Тәшенев ағамыздың үлесі өте үлкен. Ол әрине біздің ойымызда, бойымызда, жүрегімізде, тіліміз ішінде қалу керек ол кісінің аты. Және Жұмабек Ахметұлы Тәшеневтің атындағы жалпы орта білім беретін мектебіне қош келдіңіздер. Бүгінгі мерекені ұйымдастырып отырған ел ағаларына көптен көп рахмет, қазақ тілі қоғамы бірлестігіне көптен көп рахмет, Талғат Жаңабергенович және Владимир Махмудович Аршалы ауданының ақсақалдар алқасы. Міне осы кісілер ел ағаларының арқасында осындай іс-шара өтіп отыр. Жұмабек Тәшенев жалпы қазақ халқының халық боп, ел боп тойласақ та ол кемді кетпейді. Сол себептен мынау туған жерінде, бүгінгі туған күнінде қалай атап өтпеске, сіздердің осы уақыттарыңызды бөліп, осы мектепке, осы шараға келіп атсалысқандарыңызға көптен көп рахмет, алғыс айтамыз. Жалпы Жұмабек Ахметұлы Тәшенев мектебі Аршалы кентіндегі, Қарағандының Жұмабек Тәшенев мектебі, Астана қаласының Жұмабек Тәшенев мектебі, Шымкент қаласындағы Жұмабек Тәшенев мектептер колледждермен бірігіп жұмыс ынтымақтастықта серіктестікте жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Әрі қарай осы дәстүрімізді жылдан жылға жалғастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді жаңа Талғат Жаңабергенович айтып өтті, 110 жылдығын әр аймақта тойлатып, ең соңында нүктесін осы туған жерінде өткізсек іс-шараны керемет, нұр үстіне нұр болмақ. Сондықтан да бүгінгі іс-шараның әрі қарай уақыт алмас үшін бабалар алған кең жерді бет қаратпас билікке бес теңгірін бер деді ата
мекен кең өлке, бізді талас тартысқа қоспақ болды Ресейге, күресуге қол қысқан. Жер сатқан қазақтың жер шұқыды жанары, отына күйіп мазақтың тарқағандай базары. Қабыланның жүрегін жеңіп қылған анасы, түрініп шықты білегін қазақтың бір баласы. Басын тіпті қатерге қымбат оған арнамын, мансапты байлап беруге еліне қалдыра қолға бас. Отын сенің мүлде қазанат шықты торадан, ұл тарақтай жер берген қазақтың жерін қораған. Кісендеулі жолбарыс қымбат оған арнамын. Кісендеулі жолбарыс қымбат оған арнамын. Туған еді сұр белең, қазағымның тарихында дүрбелең. Тың игеру деген туды мәселе, әйгі болды Тәшеновтей бір керен. Тың өлкесін бермеді ол Ресейге, сақтап қалды қазақ жерін көбіте. Хрущевтың ұранына құлт демей, кешкен еді ауыр сынақ құр кетпей.